Баршаңызға қайырлы күн, достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге инста көрермендерімнің сұрауы бойынша пиццаның қамырының жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар ең алдымен тұз бен қант керек болады, және де сүт, су, сұйық май және ашытқы. Менде сүт пен суды араластырып бірге құйып жатырмын. Қатты ыстық болу керек, және ыстық күйінде үстіне тұз бен қантты салып, екеуі ерігенше жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толықтай еру керек, ерімесе ащы болып қалуы мүмкін. Сондықтан барлығын толықтай осылай ертіп аламыз. Қасықпен араластырыңыздар. Біздің сүтіміз қатты ыстық, және қолымыздың ұшын батырып көреміз. Сәл-пәл жылы болған кезде біз ашытқымызды салуымыз керек. Ал ыстық күйінде салып қойсаңыздар, дрожжымыз күйіп қалып, онша көтерілмей қалады. Жылы болған кезінде ашытқыны саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Шамамен 1-2 минут жеткілікті. Бетін жауып, оның көтерілуін күтпейміз. Жай ғана толықтай барлығын араластырып болғаннан соң, електен өткізілген ұнымызды саламыз. Көрсетілген грамм бойынша ғана салыңыздар, көп салып қоймаңыздар. Описанияға граммын барлығын толықтай жазып қоямын. Енді жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысады бастапқы кезде. Міндетті түрде қолға жабысатын, өте сондай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Сол себепті мен видеоны кескен жоқпын, толықтай қараңыздар. Міне, көріп тұрғандарыңыздай қолға осылай жабысады. Енді икемге келтіру үшін сұйық майымызды 2 бөлікке бөліп араластырамыз. Барша қолдың көмегімен мыжғылауға тырысыңыздар. Мыжғылап, кәдімгі май қамырға сіңу керек, араласу керек. Осы техниканың барлығын орындасаңыздар, қамыр жұқа болады және қатты болмайды, өте жұмсақ болады. Кәдімгі лаваш сияқты болады, бірақ дәмдірек болады. Осылай қолмен қайтара илеп басамыз. Жаңағы сұйық майымыз құйылған кезде былшылдап кетпей ма деп қорықпаңыздар. Ешқандай былшылдамайды. Бастапқы кезде әрине болады, бірақ дәл видеодағыдай осы техниканы кемінде 10-15 минутте қайталаңыздар. Шет етіндегі қамырды қолмен алып тастап, осылай қолмен ұрып икемге келтіреміз. Яғни қамыр бір-біріне жинақтала бастайды. Тағы да бір техникасы, қолдың ұшымен ғана ұн аламыз да, бетіне ғана себеміз. Және қолымызбен басып шығамыз. Сонда қамыр өте сондай басқаша болады. Дәл видеода көріп тұрған шығарсыздар. Қараңыздар. Осылай екі шетінен тартқылай отыра қамырды икемге келтіреміз. Осы техниканың барлығын сіз жасамасаңыз, жұқа қылып жайған қамырыңыз не қатты болады, немесе дұрыс піспей қалуы да мүмкін. Сол себепті осы техниканың барын жасаңыздар. Сонда біздің жаңағы қосқан дрожжымыз да, майымыз да қамырға, яғни ұнға сіңіп езілуі керек. Міне дайын болды. Сондай бір жұмсақ, әдемі қамыр иленіп шықты. Өте жұмсақ болу керек. Енді бетін жауып, кемінде жарты сағат немесе 45 минутқа жылы жерге қоямыз. Бізде толықтай көтерілуі керек. Дәл осы қамырдан негізі 3 пицца шығады. Мен бірінші бөлігін пісіріп жолдасыма жұмысқа беріп жібердім. Енді сіздерге 2 бөлігін көрсететін боламын. Көтеріліп тұрған қамырға күш салмаймыз. 2 бөлікке бөлеміз. Жай ғана қолдың көмегімен күлше жасап шығамыз. Күш салмаңыздар. Және бауырсақтың қамыры сияқты қайтаруға да болмайды. Дәл қалай көтеріліп тұр, солай ыдыстан алып 2 бөлікке бөлеміз да, пергамент қағазына дәл ортасына орналастырамыз. Негізі 4 бұрышты қылып жасасаңыздар да болады, домалақ қылуға да болады. Ендігі кезекте біз оқтаудың көмегін ең соңында пайдаланамыз. Саусақтың ұшымен жұмыс жасайтын боламыз. Осылай қамырды шетінен, ортасынан емес, шетінен алып созамыз. Өзі осылай қалыпқа келеді. Қолға сәл-пәл жабысады, ол еш нәрсе қылмайды. Осылай домалақтайтын боламыз.
мінекей, если пергамент қағазы жиырылып қалып жатса, екі ұшынан алып тартсаңыздар қайтадан орнына келеді. Ең соңында осылай оқтаудың көмегімен тағы да 2-3 мәрте үстінен басып өтеміз. Мінекей, біздің осындай жұқа болу керек қамырымыз, жұп-жұқа болу керек. Қатты болады деп мүлде қорықпаңыздар. Міне тағы да видеода сіздерге қайталап көрсетіп жатырмын. Шетінен тартасыздар. Ортасынан тарта берсеңіздер жыртылып кетеді. Ең соңында оқтаудың көмегіне жүгінесіздер. Осылай домалақтап шығамыз. Және де арнайы соус жақсаңыздар да болады. Мен жай ғана қарапайым түрін көрсетіп жатырмын. Барлығына қолжетімді кәдімгі дүкендегі кетчуп пен майонезді ортасына құйып шығамыз. Және де қасықпен ортасында араластырып аламыз екеуін. Ешқандай ыдысты бұлғап қажеті жоқ. Ортасында осылай араластырып, енді шетіне, барлық жеріне біздің соусымыз, яғни кетчуп пен майонезіміз тию керек. Піскен кезде әдемі болып тұрады. Және де мен дүкендегі 700-800 теңгелік сырды пайдаланамын. Ериді. Міндетті түрде ерігіш сыр пайдаланыңыздар. Негізі моцарелла сырын пайдалансаңыздар да болады, бірақ ол қолжетімсіз баға болғандықтан кәдімгі қарапайым сырмен де жасай берсеңіздер болады. Начинкасы өзіңіздің қалауыңыз. Мен шұжықты осылай ұзынша етіп турап, толықтай барлық жеріне орналастырып алдым. Негізі салмасы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ең соңында тағы да бетіне сыр қосамыз. Соусты жағып болғаннан соң міндетті түрде бірінші сыр қосамыз. Себебі кез келген начинканы жылжытпай ұстап тұрады. Екі бетінен, астынан да үстінен де ірімшік. Пешке 170-180 градуста 20 минут немесе 25 минутта пісіп шығады. Әркімнің пеші әрқалай, енді пешке қарап отырасыздар. Өте сондай жұмсақ, кәдімгі лаваш сияқты, өте дәмдірек пицца болып шығады. Міндетті түрде 100% сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Дәл менікіндей пицца сіздерде де шығады. Пайдалы рецепттердің бірі болды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап, балдарыңызды қуантыңыздар. Барлығы қолжетімді. Және де достар, егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісіп отырамын. Және де пікірге менен қандай рецепт күтесіздер, соны да қалдыра кетіңіз. Сау болыңыздар.